Гүлзира Мәткәрім ғылымға қызығып, химия-биологиялық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебіне осыдан 1 жыл бұрын келіп түскен. Күні бойы кітап оқумен көз майын тауысып жүрген 8-ші сынып оқушысы шығармашылық үйірмелерге қатысып, бір сәт жаны қалайтын дүниемен айналсады. Сабағына да қол өнерге де үлгеріп жүр. Бүгінде мектеп жанындағы қол өнер үйірмесінің белсенді мүшесі. Киіз басу әдісі бойынша дайындаған картинасы республикалық бәйгеде топ жарып, 15 Назарбаев зияткерлік мектептер арасында Астана қаласында өткен конкурста гран-при иегері атанды. Мен алғаш рет 7-ші сынып оқып жүргенде қатыса бастадым. Бұл өнер басқа өнерлерге қарағанда ерекше, өте шыдамдылықты қажет етеді. 7-ші класстан бері 1 жыл болды қатысып жүргеніме. Көбінесе осы жүнмен картина жасаймын. Соңғы картина торғай, ол көктемнің келгенін сипаттайды. Оның алдында тағы күннің батқан картинасын және күшіктің картинасын жасаған болатынмын. Киіз басу өнері халқымыздың ежелден келе жатқан төл туындысы. Түрлі түсті боялған киізден әсем картиналар, бұйымдар жасап мерекелерде көрме жасауды дәстүрге айналдырады. Олардың да жасаған дүниелеріне сұраныс жоғары. Картиналары мен бұйымдары арнайы өткізілетін көрмелерде сатылып, түскен қаражат мектептің қамқорлығындағы 14 мүмкіндігі шектеулі жанға жұмсалады екен. Бұл жұмыстарымыз мектепте ғана қойылмайды, сонымен қатар бұл сыртқа, яғни басқадай республикалық жарыстарда, қоғами қорларға біз ұсынып отырамыз. Мысалға айтатын болсақ, былтыр оқушыларымыз көптеген жоғары дәрежеде өз жұмыстарын жоғары дәрежеде көрсете білді. Айта кетейік, болашақ ғалымдарды дайындайтын Назарбаев зияткерлік мектебінде бүгінде барлығы 40-қа жуық үйірме жұмыс жасайды. Көркемдік әдеби клубтар, телефотостудиялардың оқушылар үшін әрдайым есіктері ашық. Әрқайсысының өз білікті мамандар дәріс береді. Отандық ұстаздармен қатар шетелдік мамандар да бар. Мұндай үйірмелер оқушылардың болашаққа деген бағдарын айқындамақ. Гүлжайна Алтынбекқызы, Ерлан Жұматаев, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.